Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін Түлкібасқа Бегелді ағамыздың қорасына келіп қалдық. Бегелді аға, жалпы сіздің шаруашылығыңызды көрмелерден, әлеуметтік желіден көріп жүрміз. Қойларыңыз таза, легенда қошқарыңызды білеміз, жақсы төлдер тастап отыр екен. Содан кейін өзімізде қызығып келіп көріп тамашалауға келдік. Шаруашылығыңызды таныстырсаңыз. Шаруашылық осы, міне келіңдер. Осы саулықтарыңыз қандай линиядан бастау болады, соны айта кетсеңіз алдымен. Бұлар енді мен дегенде бастағанда Ришат Габбаспен шыққан сол Титаниктің линиялары ғой, бұлар қойлар, саулықтар көбісі енді бұл жерде. Соның қыздары енді содан түскен, басқа линиядан менде қой жоқ. Сол кісіден келген қойлар бәрі основной. Біз мынау легенда қошқарды жалпы білеміз ғой. Сізде қанша жыл болды? Нешінші жыл түсіп жатыр бұл? Уже екінші жыл сабатым бұны, екінші жыл сабатым. Бұл уже 2,5-3 жас, көктемде 3 жасқа толады бұл. Екінші жыл салып жатсыз, енді көпшілігі 2 жыл саған деген қошқарын сатып жатады да. 2 жыл салдыңыз, енді қошқар сатыла ма? Енді саудасы келсе бұл да сатылады енді. Бағасын әлі тура не қыламадық, бір $20,000 сұраймыз ба деп отырмыз енді. Легенда қошқар. Ұстап бір көрсетіп жіберейік. Несін көрсетіп жіберейік? Қошқар жайлы айтып жатырмыз, бойын, параметрлерін көрсетейік. Бұл қошқардың линиясы қандай? Бұл Қордайдағы таланттың ағасы бар. Содан Жандос ағадан соның ағасынан шыққан ғой. Жандос ағада лидер деген қошқар болған, соның баласы бұл. Легенданың бойын өлшеп көрсетейік жобамен. Көтер, басын бір көтер қойшы. Көтеріп тұр бұл. Кезде 1,5 метр алтын жобасы. Құлағын өлшеп көрсетейік. Құлағы қанша бұл? Құлағы кольцоға қойылды. 23-22 ғой. 23 тұр ғой. 23 тұр. Кастектары бөлек екен легенданың. Тамашалап қойыңыздар, жақындатып көрсетейін. Кастектар жуан, құйрық көтеріңкі, светлый міне. Машалла. Зор екен. Енді ол саулықтардың ішінде сатылатын саулықтар бар ма негізі? Мұны ақ саулықтар сатсам ба деп отырмын міне. Мына екеуі Королевский линияда, ана өзі Пакистан қой ғой, Пакистан. Осы 3 саулық сатылады. Бағасын 500 мыңнан сұрадық, 1,5 миллион да. Кем болады, аз-маз. Саудасы бар ма? Үшеуі бір жайдан сатылады. 500 мыңнан 1,5 миллион саудасы бар. Тамашалап қойыңыздар. Таза ақ. Қоңыр қара дақтары жоқ. Тамашалап қойыңыздар. Бір көрсетіп өтейін. Бас формалары. Бұларға да легенда түсті, я? Легенда түсіп кетті, түсіп қойды. Қошқардың жүргенде біраз болды ма? 2 ай болып қалды, 2 айдың жобасы болып қалды. 2 ай болса, саулықтардың уже басым бөлігі тоқтап кеткен болу керек. Тамашалап қойыңыздар, саулықтар. Енді сіздегі ұрғаш қозылар мен еркек қозылар осы саулықтардан түскен, Осы саулықтардан түскен, Машалла, Алла берекесін берсін. Саулықтың біреуін ұстадық қазір. Бойын өлшеп көрсетейік. Негізі айта кетсеңіз, саулықтарыңыздың бойы орта есеппен қанша негізі? 90. 90 ба сіздікі? Метр қойық, метр қойылды. 90 плюс қой. 92 болып тұр. Енді 90-ның үсті ғой. 90 үстіндегі саулықтар оңай саулық емес жалпы. Легенда тас етеді, тем более мынау легенда түсіп жатқаннан кейін. Жағын түсіріп жетмін. Бұл саулық сатыла ма? Сатылмайды бұл. Жалпы тамашалауға. Тамашалауға. Құйрық формасы, жуандықтары, іріліктері. Қане жібересіңіз? Жібересің. Легенданың қасында бір кішкентай көрініп қалады екен. Бұлайша саулықтар астроном 90 плюс. 90 плюс бәрі. Сіздерге өлшеп көрсеттік. Міне легенданың қасында тұр. Өйткені легенданың бойы 1,5, 1,6 шығып жатыр. Жаңа саулықтың өзі міне 92 шықты. Легенданың қасында кішкентай ғана болып көрініп қалды. Жалпы саулықтар 90 төңірегі барлығы 90. Жай ішіп атайықшы. Мен де басында бәке, мынау қойлардың бойы пәспайды ойлап қалдым. Неге десеңіз, мынау қошқармен салыстырып көрінді ғой көзге. Қошқарыңыздың бойы биік болғаннан кейін қойлар пәспей көрініп қалды. 90 үстінде бәрі. Қазір енді сіздерге сатылатын ұрғаш қозылары мен еркек қозыларды көрсетеміз. Малдануға ұрғаш қозы іздесеңіздер, тамашалап қойыңыздар. Бәке, қазір барлығы малдануға ұрғаш қозы іздеп жүр. Легенданың ұрғаш қозылары бар дедіңіз ғой сатылатын? Осы міне бар. Көрсетсеңіз. Легенданың ұрғашы қыздары Титаниктің
қыздарынан түскен. Мен үлкен саулықтарынан түскен. Легенданың қыздары ғой енді бұл жерде. 9 бас, ана аяғында 2 бас тұр, ол екеуі бөлек. Қазір 9 басты бірінші дұрыстап көрсетейік, одан кейін бағаларын айтсаңыз 9 бастың. Жалпы қай айда туған бұлар? Мартта туған, марттың аяғына дейін туған қозылар ғой. Бұл қозылар марттың аяғы, апрельде туғандар, иә? Иә. 9 бас. Бағалары? Бағалары 400-ден сұрап жатырмыз. Кемі болады. Бәрін бір жайдан алса 300 мыңнан береміз. Бір жайдан оптым 300 мыңнан? Иә, береміз. Бірақ негізі бөліп те сатыла ма? Бөліп, желательно бөліп не қылып тұрған жоқ. Бір үшеуден сатылады, бірақ бағасы 400 мыңнан болады. Бағалары 400 мыңнан, бір жайдан алсаңыздар 300 мыңға беріледі. 9 бас бар, иә? Иә, 9 бас бар. Саудасы бар ма? Саудасы бар, иә. Саудасы бар. 9 бас тамашалап қойыңыздар. Легенданың ұрғаш қозылары. Марттың соңғы жағы, апрельде туғандар. Әкем, мына жаққа екі ұрғашын бөліп қойыпсыз. Бұлар сатыла ма, сатылмай ма? Сатылады, бұлар да сатылады. Бұлар екеуі бір жайдан сатылды. Екеуі де жақсы. Құлақтары ұзын, сирақтары да ұзын, белі де ұзын. Легенданың ерекше түскен қозыларының бірі бұлар, бірегейі. Бұлар да апрельде туғандар, март апрельде? Жоқ, бұлар декабрьде туылғандар. Декабрьде туылған. Құлақтарын бойын өлшеп көрген жоқсыз ба? Өлшеген жоқпын бойларын, енді қазір өлшейміз қазір. Өлшеп көру керек. Бас формалары, карбоноз, ашық, белдер ұзын, құйрық формалары келіскен. Қазір біреуінің құлағын өлшеп көрсетейік. Екеуі құлақтар жобалас қой негізі. Анан сәл қысқарақ. Катчаға қойылды. Құлағы міне 24-ке барып тұрған, катчада тұрған. Иә. Жібере салыңыз оны. Бас формасы. Бойын өлшейміз ба? Көрсетейік, метр қойылды. Жобамен 86 болып тұр ғой. 85-86 декабрьде туылған, құлағы 24 болып тұрған. Мына екеуі бөлек бөлініп тұр, екеуі де ерекше. Екеуінің бойы негізі жобалас, иә? Анау биіктеу сәл. Онда биіктеу болса, ол 1-2 сантиметр бар. 87-88-ге барып қалады екен. Құлағы да 1-2 сантиметр айнса бар сияқты. Иә, бар. 22 бар ау. 22 бар, ол әшім бар. Мынаның жаңа бойын өлшедік. Құйрық формаларын болды. Құлағы 24 болды. Бас формалары екеуі де сатылады. Құлақтары ұзын, белдері ұзын. Бас формалары келіскен. Құйрық формаларын көрсетіп қойын. Құйрықтары келіскен. Құйрық формалары. Тамашалап қойыңыздар, құйрық формалары. Белдері ұзын. Машалла. Бұлардың бағасын айта кетсеңіз? Бұларды 3 миллионнан сұрадым. Әрқайсысы 3 миллионнан ба? Иә, әрқайсысы 3 миллионнан. Әрқайсысы 3 миллион. Саудасы бар. Яғни 6 мың доллардан, Иә. Саудасы бар. Ұрықтыққа қозы қошқар іздесеңіздер, легенданың қозылары сатылымға шықты, тамашалап қойыңыздар. Міне, легенданың кезекті еркек төлдері 3 айлықтан бастап 4 ай, 5 ай, 6 ай, 7 айлық. Құйрық формалары келіскен, құлақтар ұзын, светлый екен барлығы. Бұлардың бағасы қандай болып отыр? Бағасы 300 мың теңгеден басталады. 500 мыңға екеуі бар. Қалғандары 2 миллионнан. Жалпы саудасы бар, иә? Жалпы саудасы бар. Барын алса келсеміз. Міне біздің шаруашылықтағы қозылар осылар енді. Легенданың еркек төлдері ғой. Біздің орналасқан жеріміз Түлкібас ауданы Жаскешу ауылы. Келіп көріңіздер. Ұнатқандарыңыз болсаңыздар, саудасы бар. Келсеміз 300 мыңнан басталып 2 миллионға шейін саудасы бар. Келсеміз барынша.